Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін сіздермен Нечто фильміне шолу жасаймыз. мың 1982 жылы норвегиялық зерттеу тобы Антарктидадан күдікті сигнал естіп, оған жақындай түседі. Сигнал қайнарына келіп тоқтайды. Кенеттен мұз жарылып, көлік жерге түсіп кетеді. Бірақ адамдар сау қалып, жер астынан біртүрлі нәрсе көреді. Бірнеше күннен кейін доктор Сандер көмекшісі Адам Финчпен жұмыс атқарып жатқан палеонтолог Кейт Ллойдқа келіп, ғарыш кемесі тәрізді конструкция таптық деп, оны зерттеуге шақырады. Тікұшаққа толы топ болып станцияға келеді. Одан түсе салып, кеме табылған орынға жөнеледі. Мұздай үңгірде бір-бірімен танысып, кеменің орнына келіп, көргендеріне сенбейді. Зерттеуші айтуынша, бұл кеме мұнда жатқанына 100 000 жыл болған. Одан шығып, тіршілік иесі қатып қалған мұз орнына барады. Оны көріп, мұздан оны қалай шығаруға болады деп өзара ақылдаса бастайды. Станцияда көптеген адамдар жұмыс жасайтын көреміз. Ақыры оны мұздан шығарып, станцияға алып келеді. Доктор Сандер Кейттің наразылықтарына қарамастан, зерттеу жұмыстары үшін тіршілік иесінің жасушасын алмақ болады. Іске кірісіп, жасушасын ақыры алады. Осыдан кейін бүкіл команда жаңа ашылған жаңалықты тойлап жатқан мезетте арғы жақта мұз жаймен ери бастайды. Пилоттардың бірі Дерек сол сәтте өзге ғаламшарлықтың мұзда жарып қашып кеткенін көріп қалады. Басқалары қуаныштан жарылып жатқанда Дерек жүгіріп келіп, барлығына жайтты жар салады. Бүкіл адам жаңалықты естіп, аң-таң болады. Топтың көңіл күйі түссе де, оны іздеуге кіріседі. Станцияның жан-жағын өзара бөлініп, ақтара бастайды. Кенеттен біреу ашып кеткен есікті көріп қалады. Ішін ашса, ешкім жоқ. Басқа жақтағылар қанға толы, сындырылған тордан Ларстың иті жоғалғанын көреді. Ақыры екі норвегиялық Олаф пен Хенрик станция ғимараттарының бірінің астынан тіршілік иесін тауып алып, басқаларын шақырмақшы болғанда, құбыжық кенеттен Хенриктің кеудесін ұзын қармауышпен тесіп, оны ғимараттың астына сүйреп кетеді. Топтың қалған мүшелері Хенриктің қаны тиген Олафтың айқайына түсіп келеді. Көргендеріне шок болып, құбыжықты қаруымен ата бастайды. Әйтсе де, ол оған ешқандай зақым тигізбегендей көрінеді. Бірақ атқан кезде тезілген бензин бактарын жарып, оны үймен бірге өртеп жібереді. Бөлмеге оралып, Олафтың жағдайын тексере бастайды. Сол арада қайтыс болған Хенриктің 3 қызы қалғаны мәлім болады. Доктор Сандерс жағдайға қарамастан тіршілік иесін тағы да зерттеуіміз қажет деп шығады. Ал пилоттардың бірі Картер оған қатты наразылық білдіріп, оның көзін жоюымыз керек деп жауап қайтарады. Жанып кеткен құбыжықтың денесін Сандерс пен Кейт ашып, зерттеуге кіріседі. Оның кесу барысында ішінде қапшық тәрізді оралған Хенрик жатқанын көреміз. Көрініс доктор Сандерстен басқасының барлығынан қатты жиіркеніш тудырады. Ары қарай зерттей келе Кейт темір тауып алады. Бірақ ол Хенриктің қолының ішіне болған екен. Қалай сыртқа шығып кеткенін түсінбей қалады. Ал оның жасушаларын микроскопқа салып көре бастағанда Кейт пен Адам тіршілік иесінің жасушалары әлі тірі екеніне және де сонымен қатар Хенриктің жасушаларын жұтып, онымен сіңісіп жатқан көреді. Осы уақытта Хенрик қайтыс болғаннан кейін жағдайы нашарлап кеткен Олафты екі ұшқыш пен Крикс медициналық көмек көрсетіп, қосымша көмек шақыру үшін станциядан жалғыз тікұшақпен кетуге дайындалып жатады. Олар ұшып бара жатқанда Кейт ванна бөлмесінде тіс тәждері мен қанға толы душ бөлмесін көріп қалады. Тіс тәждері органикалық зат емес, демек тіршілік иесі ондай заттарды қорыта алмайтындығын аңғарып алады. Тікұшақта адам кейпіндегі тіршілік иесі болуы мүмкін деп станциядан жүгіріп шығып, тікұшаққа қайтадан отыр деген сигнал бере бастайды. Картер қызды ұнататындықтан оның сигналына көніп отырмақ болғанда, күдікте жүрген Олаф емес, Крикс тіршілік иесіне айналып Олафты өлтіреді. Тікұшақ басқарылмай, өзімен өзі айнала жақын тауға барып соғысады. Ал Кейт станцияға оралса, ондағы қанды біреу жуып тастапты. Демалыс бөлмесінде группа тікұшақты неге олай айнала бастағандығын талқылап, ол станциядағы жалғыз тікұшақ болғандықтан және де жақын арада қатты боран келе жатқандықтан оларға жету мүмкін еместігі түсінікті болады. Ал Кейт сол арада құбыжықтың табиғат туралы өз ойын айтады. Ол кез келген тіршілік формасына, тіпті адамға да айнала алады. Бірақ тіс тәждері немесе ортопедиялық түйреуіштеу сияқты органикалық емес заттарды жасай алмайды. Сондықтан да ол тірі тіршілік иелерін ассимиляциялау кезінде бейорганикалық заттарды түкіріп тастайды. Құбыжық жанып, көзі толық жойылды деп есептеген топ Кейттің бұл болжамына сенбейді, немесе әдейі паранойя туғызып жатыр деп санайды. Тіпті тіршілік иесінің тірі клеткаларын микроскоптан көрген адамда қызды сатып, басқаларының пікіріне қосылып кетеді. Басқа станциялармен хабарласу мүмкін болмағандықтан, олар көмек сұрау үшін жақын маңдағы лагерге баруды шешеді. Барлығы кеткен соң, Джулиет Кейтке оның айтқандарына сенетіндігін
және Колиннің душтан сүлгімен шыққанын көрдім деп айтады. Сондай-ақ ол Кейтке қар кешкіштердің кілттері қайда екенін білетінін айтып, станциядан ешкім шықпау үшін оларды алып кетуді ұсынады. Алайда олар кілт алу үшін қосалқы бөлмеге кіргенде Джулиет құбыжыққа айналып, Кейтті өзіне сіңіріп алуға тырысады. Кейт қашып үлгереді, бірақ өкінішке орай оның орнына Карл құбыжыққа кезігіп мерт болады. Кейттің айқайына Ларс келіп үлгеріп, құбыжықты жағып жібереді. Осыдан кейін Кейт бұл құбыжық біздің бұл жерден кеткенімізді күтіп жүр. Ол вирус тәрізді. Сондықтан карантин жасап, оны станциядан шығармай, көзін жою керек деген ой айтады. Осыдан кейін Ларс пен Кейт қар кешкіштерді істен шығарады. Ал Ларс оған кейін керек болады деп гранаталарының орнын көрсетеді. Сол арада доктор Сандерс пен Адам лабораторияда қанды зерттеуге дайындала бастайды. Бірақ екеуі бір-біріне күдікті көз тастайды. Күшейіп кеткен бораннан әрең қадам басып, жартылай үсіп қалған Картер мен Дерек қайтып келеді. Бірақ та соңғы оқиғаларды ескере, Кейт олардың ішінде де құбыжық болуы мүмкін деп, инфекцияны анықтайтын тест дайын болмағанша оларды бөлмеге қамап тастау керек деп шешеді. Американдықтарды қамап шыққан соң лаборатория жанып жатқанын байқаймыз. Ол жақтан соңғы шыққан сен деп Адамды айыптай бастайды. Ұжымда норвегиялықтар мен американдықтар арасында жанжал туындайды. Бірақ Кейт тағы бір шешім бар деп қарапайым сынақ ұсынады. Ол полярлық зерттеушілердің тістерін қарап шығады. Инфекцияланбаған адамдарда тәжір болу керек. Сынақ кезінде Адам, доктор Сандер, станция бастығы Эдвард пен Колин күдікке тап болады. Олар тістеріне өте жақсы, немесе кәдімгі тістерін айырмашылығы жоқ фосфор протездер бар. Кейт және Ларс, Педер мен Йонас күдіктен айырылады. Өйткені олардың барлығында металл тәжірі бар болып шығады. Кейт Ларс пен Йонасты екеуі американдықтарды тексеру үшін алып келуге жібереді. Орынға жеткенде ол екеуі сарай едені түсіп қалғанын көреді. Өрт сөндіргішпен қаруланған Ларс көрші ғимаратқа кіргенде оны ұстап алып, ішке қарай сүйреп кетеді. Джонс үрейге беріліп, келген соң басқа норвегиялықтармен бірге тіршілік иесі бізде емес, екі американдықта, соларды өлтір деп шығады. Бірақ Кейт күдіктілерді көз астында ұстауды талап етеді. Дау кезінде ғимаратқа Ларстың от шашқышы және мылтықпен қаруланған Картер мен Дерек басып кіреді. Екі американдық қаруларын түсіруді талап еткенде, норвегиялықтар өлтір деп қоймай, ол от шығармақшы болғанда, Дерек оны амал жоқтан өлтіреді. Бірақ от шашқыш резервуары зақымданып, артынша атылып, Эдвардты талдырып тастайды. Кенеттен Эдвардты демалыс бөлмесіне алып бара жатқан кезде, оның қолы денесінен бөлініп, Йонастың бетіне жабысып, оны өлтіре бастайды. Жерде жатқан Эдвардтан құбыжықтың қармауыштары шыға бастайды. Картер оны жағып жібермекші болады, бірақ керек кезде қаруы істемей қалады. Қармауыштарының бірін Адамға тығып алады. Ал оны өлтірем деп ойлаған Дерекке де қармауыш қадалады. Сол арада тіршілік иесі Эдвардтың денесін адам түсінбейтін құбыжыққа айналдырып, одан тағы бір қолы бөлініп кетеді. Бір адамға қанағаттанбай, қатты жарақаттанған адамға барып, оны өзіне қоса бастайды. Кейт от атқышты ақыры жөндеп, құбыжықты жақпақшы болып еді, ол қашып үлгереді. Қыз амал жоқтан және де өкінішке орай әлі тірі жатқан Йонас пен көзін жұмған Картердің жандосы Деректі жағып жібереді. Көзден ғайып болған доктор Сандерс қашып, бір бөлмеде тығылып отырған жерінде құбыжық келіп, оған шабуылдайды. Қыз бен бала оны іздеп жүргенде тағы екі қол шабуылдайды. Жолдары болып, олардың көздерін жойып үлгереді. Жағдай қиындап, олар екіге бөлініп кетеді. Картер тығылып отырғанда, Эдвард пен Адамның қосындысынан құралған құбыжық жаймен бөлмеге кіреді. Эдвард оның қармағына ілініп, өлім алдында тұрған сәтте Кейт шығып, оны өртеп үлгереді. Сыртқа шығып қашпақшы болады. Кейт одан сайын от жаудырып, оны аямай жағып жібереді. Артынша қыз бен бала доктор Сандер пішіндегі тіршілік иесі көліктердің бірін айдап кеткенін байқап, артына түседі. Олар ұшуға дайындалып жатқан өзге ғаламшарлық кеменің орнына келеді. Кейт байқамастан кеме ішіне түсіп бір өзі қалып кетеді. Кеменің технологиясына тамсанып жүргенде, жай артынан тіршілік иесі шығып, түрі одан сайын жиркенішті кейіпке айналып өлтірмекші болады. Кейт қашып үлгереді. Тығылып қалғанымен құбыжық оны тауып, аяғынан тартып өлтіруге даяр болған сәтте, қыз оны бұрын Ларс көрсеткен қораптағы гранатамен жарып өлтіреді. Ал онымен қоса кемесі де істен шығады. Қыз бен бала жағдайдан аман-есен құтқарылады. Картер өтті сөндіріп, кабинаға көтеріліп, Кейтке орыс станциясына баруды ұсынады. Кейт Картерге сенің адам екеніңді қайдан білдім, білесің бе? деп сұрақ қояды. Сенің құлағыңдағы сырға арқылы. Ал қазір ол басқа құлақта. Сен тіршілік иесісің деп айыптайды. Картер өзін барынша ақтауға тырысқанымен, Кейт оны көлікпен бірге тірідей жағып жібереді. Оның ішінен құбыжықтың дауысы естіліп, жаймен
өшеді. Кейт баяу көлікке отырып кеңістікке үнсіз қарап тұрады. Келесі күні таңертең екінші тікұшақпен тағы бір пилоттардың бірі Матиас келеді. Ол станцияның өртеніп, жартылай бұзылғанын байқайды. Ал орындықтағы радиожайда тамағы мен білегін ұстарамен кесіп тастаған Колиннің денесі жатыр. Ғимараттың айналасының бірінен көбісі өліп қалды деп есептеген Ларс атқан қарудың даусы естіледі. Тірі қалған Ларс жүгіріп келіп, Матиастың аузын ашуға мәжбүрлеп, оның тістеріне зер сала қарап шығады. Осы мезетте станциядан ит шығып, қаша жөнеледі. Ларс оған атқанымен тигізе алмай қалады. Екеуі тікұшаққа отырып, басқа станциядағы адамдарды өлтірмек болған ит кейпіндегі тіршілік иесін қуалап кетеді. Бұл киноның екінші бөлімі бар. Оғанда шолу жасағаныма қаласаңыздар, комментарийге жазыңыздар.